Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, брат? Уағалейкумассалам. Амансыздар ма? Бүгін презентация дайындық қалай жатыр? Оның бізге не қажеті бар? Біз обычно выходта тұрамыз. Жуылған киім киіп аламыз да. Все, жақсы аға, давайте. Ашып бересіз ба шлагбаумды? Ашқанда не ғой? Қайда барасыңдар? Қалаға? Брата, не болды? Ашсай, уақытымды алмай. Не болғанда кузов тастай, мен тексеріп жіберейін, сосын Кузовта, братан, не ғой? Столовыйда бар ғой. Морозильник бұзылып қалған ғой. Сол ішіне еттер, балықтар бәрі шіріп жатыр ғой. Соны алып баратыр свалкаға. Қарсы, сап-сап жатыр. Ой, Көзің ашиды даже. сонда да қарап жіберейікші. Сонда да бар ғой. Біздің енді міндет қой ол, давай, ашып жібер. Ашып жібер, давай. Братан! Кейін бастықтар кеп неге неше сасып жатыр десе, өзің жауап бересің. Маған бәрі мен жұмысым істеп жатырмын. Проблема болады ғой, проблема, братан. Зачем сізге проблема? Ашып бересеңіз, шығып кетейік. Тағы сөйтеді. Давай, жарай, жолдарың бос. Давай. Давай, бол. Састасың бұл жерде, давай. Мужиксіз ғой, рахмет сізге. Қайдағы рахмет, қалтана салмайсың, рахмет. Түсіндің ба? Хорошо. Чтобы помочь себе, помоги другим. Прям касс цитата керек емес еді ғой енді. Отырш, тез барып келші, пожалуйста. Хорошо. И потом 6-ға дейін келу керек. Хорошо. Ұмытпа, машинаға қара. Бір неме болып қалса, өзің білесің ғой не болады. Сіз жауап бересіз ғой? Ты шо, а? Бірге жауап береміз, бірге. Бригада. Йоо! Красавчик Марат Мұхтарович, неожиданно болып қалғанша. Адам тағдырмен ойнамайды екен, молодец. Енді видеом бар. Давай. Қайырлы күн. Аға лейтенант Совхозбаев. Неге жылдам тасырасыз? Асырғандағы бір шаруалармен асығып кетіп бара жатқан ғой. Соған ғой. Асықсың ба? Жақсы бара қойыңыз. Да? Вот жүзіңізден нұр төгіліп тұр ғой. Адамгершілігіңіз мол екен. Рахмет аға. Көп сөйлемей документтеріңізді беріңіз. Документтер жоқ мен. Новый машина ғой, прям салоннан шыққан. Қарасы, салафанмен тұр ғой әлі. Біз заводта өзіміз жинасып шығарамыз бұны. Бастықтар просто мини тест-драйв жасап келді ғой, соған шыққам ғой. Өзіміз шығарамыз даны. Прям өздеріңіз жасайсыңдар. Да. Міне мына қолдармен шығарамын аға. Прям осымен. Сен өзің жинадың ба? Иә, мен бас инженерім ғой аға. Есімің кім? Жандос? Жандос? Ага. Жандос, осы менде машина бар. Что-то где-то нету, там барахлит у меня. Бампер айбастау керек деген сияқты. Тағы да бір нәрселер. Все аға. Келіңізші бізге. Смело скидкасын жасап беремін ғой. Сен точно заводта істейсің ба? Конечно аға. Так. Міне бейджиң бар. Жандос Төребеков деген. Сенбек. Все? Жандос, мен сенің номеріңді жазып алайын. Ага. Хабарласам. Так. Сіздікінде жазып алсам болады ма аға? Егер сынау болса хабарласа ғой тоже. Болды аға. 8 705. Бургер заказывали со слезами Жандоса. Сен өтпейтін приколдарыңды айтып, неге келдің маған? Нож. Я за справедливость. Сен справедливый болып қалдың ба? Тағы қандай өтіріктеріңді дайындап келдің? Өтірік емес, шындық. Маликаны құшақтаған рас. Но ол жұмыстан кетіп бара жатыр, сол жолың болсын, давай, мен уже влюбленный хищникпін, қызым бар дедім да, солай құшақтаған. Мен сенбеймін саған. Тоқташы, пожалуйста. Сенбесең, факт айтайын ба саған? Қандай? Нан ұрсын десем сенесің ба? Қойш, болды. Тоқта. Менде видео бар. Сенің видеоңды да, сені де тыңдап тұратын уақытым жоқ.
мына видеоны көрсең, сенесің ба, сенбейсің ба, дальше өзің білесің. Просто көрші. Марат Мұхтарович, Не болды? не істейміз, это все, это конец. Егер бұл бар ғой, бүгінгі презентациядан басқа нәрсе болса, маған айтпай қойшы. Маған бәрібір. Менде одан да важный жұмыстар бар, давай. Машина Kia заводтан жоғалып кетті. Не? Саған сюрприз специально дайындап келдім, білесің ба? Байқа, ага. Мына жерде лестница. Оп. Біз бүгін қандай машина презентация баратынымызды білесің ба? Қандай? И Оля! Оля! Машина қайда? Не машина? Машина? Да, Алик. Қайда жүрсің, Марат Мұхтарович, что узнал? Машина қайда? Онда такой кипиш, такой кипиш. Да все нормально уже, келе жатырмыз Әйгерім екеуміз. Уайымдамашы, пожалуйста, а? Болсай. Ой, сенсіз де проблема жетіп отыр. Қайда машина? Мына жерде тұрған сенің сюрпризің. Мен сонымен келгенмін ғой. Шыны ма? Жүрші, іздейікші, пожалуйста, а? Жаңа сол машинамен келгенмін ғой, неге? На каблуках. Жоқ па? Родной, Ау. жаңа жерде тұрған машина көрген жоқсың ба? Новый. А Kia ма? Я. Әрине көрдім. Ондай машинаны байқамау қиын. О. Сразу көзге түседі ғой. Шандос, только не говори мне, что это. Қайда сол машина? Эвакуатор алып кетті жаңа ғана. Машинаны дұрыстап қоймайсыңдар ма? Это же не та машина, да? Қайда алып кетті эвакуатор? Штрафстоянкаға қайда болушы? Ама неге Ты ол? мне объяснишь или нет? Ой, я сол машина, презентация көрсет машина. Сен удивлять етейін деп алып келген ғой осы жерге. Молодец. Қатты удивлять еттің. Штрафстоянкаға барайық жүр енді. Дәл осы жерде тұрды. А, да? А мен түсінбей тұрсам? Какой ты умный у нас, а? Ему сразу премиальный дайте за сообразительность. А қазір жоқ, да? Жоқ. Так, барлық видеонаблюдение. Заводқа кірген, шыққан запистердің бәрін менің кабинетіме. Поняли? И сразу өздеріңмен бірге сабын арқанды дала салыңдар. Машинаны сонда просто так қиыс қойып кеткен үшін алып кетесіңдер ма сонда? А, бауырым, берші, пожалуйста, алып кете берейінші машинаны. Ну, вообще-то, да. Дұрыс қоймасаң алып кетеді машинаны. Түсінесің ба, бауырым, мына машина бүгін маған презентация керек. Жоқ, сен көріп тұрсың ғой. Полиция қызметкерлері келсін, штрафын төле, и все, кете бер. Адамгершілікке салынып деген жоқ па сендерде болса, а? Түф. Мынандай машиналардың бір заряженлар жүре ма десем, оказывается, лошаралар жүреді екен ғой. Кім лошар? Сен? Мен лошар етіп тұрсың ба сен? Я? Прикинь, а? Или таныс жоқ деп ойлап жатсың ба? Ай, жоқ ау деймін осы. Бізде таныс бар. Әйгерім, таныс бар ғой? Кәне ал. Қазір. Давай, Қазір. Қазір я тебе покажу. Звонда. Любойна звонда. Алло, братан. Қалайсыз, мен ғой? Жаңа ременсіз ұстап алған едіңіз ғой? Сол жігіттің ғой? Бір менде проблема болып қойын, соны шешіп бере алса, пожалуйста, тағы да бір скидкасын істеп беретем. Хорошо, бесплатно істеп берем. Сөйлесіп берсеңіз болды. Все. Братишка, на, сөйлес. Жоқ дегенің ғой сен. Да, алло. Я. Әрине, келе беріңіздер. Сіздерді күтіп жатырмыз. Че там? Мне конец. Мне точно конец! Марат Мұхтарович, не ғой? Не? Мен білем ғой, кім машинаны алған. Не дейді? Жандос алған ғой. Ана кімді Әйгерімді алып кетем, алып барам деген, алып келем деген ғой, сол. Жандос? Иә. Али! Егер бар ғой, сол Жандос бар ғой. Если мына презентацияға кешігетін болса бар ғой. Мына заводта өмір бойы
уборщик болады. Ты понял меня? И ты тоже! Согласен! Айттым ғой саған, бәрі ништяк болады, уайымдама деп, все под контролем же. Машинаны жоғалтып алған саған ништяк болса, мен білмеймін. Жетті құр заводқа, нормально же. Сендер бара беріңдер, жарай ма? Қазір мен келем. Осындайда звондап. Салам алейкум, братишка! Қалайсың? Санат, именно сенің түрін ұмытып бара жатырым бар ғой. Не үшін хабарластың? Или чо? Үйіндегілер сағындың ба? Жоға, бізде бәрі ништяк қой. Қарасай. Көрініп тұрма автобустар? Кеше ғана бәрін жасап шығардық. Өзім ғой, өзім. Ой, я, красавчиксің ғой сен. Молодецсің ғой. Сенем ғой саған. Рахмет, рахмет. Не ғой, мен саған жай звондап тұрған жоқпын. Шаруамен звондап тұрмын. Біріншіден, өткен өтті. Боларыс болды, сен кешір, ренжіме. Мен де саған ренжімеймін. Бәрін ұмыт. Саған ұсыныспен звондап тұрмын қазір. Осы жаққа жұмысқа шақырайын деп тұрмын. И чо, енді сен жақтың бар полын жуып берейін ба? Жоға, рас айтып тұрмын. Реально должность. Инженердің көмекшісі. Сен асықпа. Ойлан. Сосын шешім қабылдағасын маған хабарлас. Спасибо за предложение, Санат. Но менде қазір бәрі ништяк. Жақсы. Еще жұмыстан повышение берген. За активную работу қарсайш, машина сыйлады, салоннан прям новый. И жұмыстан кетпеуге өзімнің бір себептерім бар. Базар жоқ. Көрдің ба? Мен сенің бойындағы потенциалды байқадым. Байқағаннан соң сені уборщик жұмысқа алдым. Не деймін, мен сен үшін қуаныштымын, ризамын досым. Жарайды, хабардамыз онда. Сен мен ұсынысым туралы ойлан. Хабардамыз. Давай, аман бол. Прикол осы жүрген. Тездетейік, кешігеміз. Көп жүреміз ба әлі? Аквариумда жүрген қалай? Тонировка неге сала алмайсың? Тонировка салдырып қайтем. Сенің машинаң ескі ол, сол үшін салдырған шығарсын. 21, 22 сондай ғой да. Менікі новый салоннан шыққан. Жандос, отыр. Объемы қанша? Объем? Объем маңызды емес қой. Водитель ғой ең маңыздысы. Және де қасында отырған красавица ғой. А чё сен жалғыз отырсың? Или сен машинаны ешкім отпай ма, а? Одинокий. Педик. Все, жайлап, болды, қалды бір. Өзі қанша объем деп сұраған. Көрсін объем қанша екен. Давай. Есіктерді заблокир. Сөйлесіп сен. Жоқ, шықпа, Жандос. Жандос, бізде презентация. Бергелі. Өзім шешіп оламын. Ассалаумалейкум аға, қалайсыздар аға? Амансыздар ма? Прикол аға, ойнап жатыр ғой. Педик. Педик дейін аға, мен қызбен елді. Не істеп жатсыздар? Ал бірсен. Жандос. О,
Какие люди. Көргеніме қуаныштымын сіздерді. Бастамас бұрын бір бокал шампан. Қош көрдік. Біз де сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Машинаны көргіміз келіп, уже шыдамымыз таусылып барады. Әр нәрсенің өз уақыты бар ғой. Сіздерге арнаған концерттік бағдарламамыз бар еді. Соны тамашаласақ. Жақсы. Жүріңіздер. Жүріңіздер. Қарсы алыңыздар, Қостанай атты керемет әнімен алдарыңызда Азамат Ыбыраев. Мен, походу, неудачник бар ғой, өмірде бар ғой. Или бір ойым ба, вечный бір нормальный, приятный нәрсе істегім келеді, но получается наоборот. Жандос, сен мені таң қалдырғың келген түсінем, бірақ маған бар ғой, бір гүлдің өзі нормально жететін еді. Все, гүлдің өзін алуға миым жетпеген ғой, соны білесің ба? Ладно, ештеңе етпес. Давай дальше не істейміз, соны ойлайықшы. Не істейміз ал? Может, полицияға звондаймыз? Ойлансақ кішкене. Машина салонын угнать етіп кетті мен. Алып қаштым. Полиция ұстауса қамап тастайды ғой мен. Кейін не істейміз? Отырып ақылдасып алайыншы, қарны ашып кетті. Отырғаннан шаруа шешілмейді ғой, Жандос. А вдруг шешіліп қалады? Марат Мұхтарұлы, мен бәрін түсінемін. Творчество, анау, мынау. Бірақ біз бұнда бұл үшін келген жоқпыз ғой. Біз машинаны көргіміз келеді. Әрине, Ильяс Қайратович, мен де бәрін түсінемін. Бірақ енді бұл кісілер 2 ай бойы дайындалған ғой сол үшін. Осы номерден кейін презентацияны бастаймыз болды, иә. Жақсы. Үлгермесек не істейміз? Алдыға дейін әкеп берем деген ғой. Білесің ғой, қалай паниковать еді? Деп паниковать етіп кез жылайды. Жандос, қалайсың бұл? Қалайсың бардан аласыз ба? Жақсы, сағынасыңдар. Жақсы. Не істемеш бардан? Біздің ресторан ғой, кішігірім бизнес айналдырып. Мықты екен. Қалай, настроение жоқ қой, Жандос? Нормально бардан. Не нормально дейсің? Не нормально бізде? Біз жаңа жолда келе жатқан кезде бір танымайтын жігіттер бізді тоқтатып, Жандосты ұрып, соғып, машинамызды тартып алып кетті. Қалай тартып алып па? Жандос, менің районымда саған еще біреу қолын тигізе ма? Қазір тоқта, мен жігіттерге звондайын. Бардан кімге хабарласасың? Қазір күте тұр. Алло, Мақсат? Мына біздің брачка бар ғой, Жандос. Соны шакалт етіп кетті. Прям шакалт еткен жоқ еді бір. Прям ғой? Машинасын тартып алып, еще көтке отырысып кеткен ғой. Зачем ондай подробностьтер бардан? Жігіттерін жинап, бері қарай тартылыңдар. Бауырым, бәрі жақсы болады. Уайымдама. Рахмет. Рахмет. Ал, қадірменді қонақтар, мінекей, біздің көптен күткен сәтіміз де келіп қалды. Жаңа Kia автокөлігінің тұсаукесері. Рахмет. Олай болса, сахнамызға біздің заводымыздың бас инженері Марат Мұхтарұлын шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Кеш жарық, құрметті әріптестер және қонақтар. Ал енді өзімізге де бір
қол шапалақтап қояйық. Заводымызға да қол шапалақтап қояйық. Жаңа өздеріңіз байқадыңыздар, бәрі де өздерінің шығармашылық номерлерін дайындап келген. Мен де қалыс қала алмадым. Олай болса, стендап. Бұрын деймін, бәріміз ұйқыдан тұрғанда зарядка жасайтынбыз. Ал қазір таңертең тұрамыз да телефон зарядтаймыз, ноутбук зарядтаймыз, зарядканың өзін де зарядтаймыз. Ал қазір машинаны да зарядтайтын болдық қой. Жақсы, сіздерге шындықты, сөздің ашығын айтайын. Баршаңыздың да көздеріңізден машина қайда деген сұрақты көріп тұрмын, иә. Машина міне! Міне! Құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерді осы кеште көргенімізге өте қуаныштымыз. Және де осы кеште арнайы сіздер үшін ең соңғы үлгідегі, ең мощный, ең әдемі Kia Sportage-бен таныстырғым келеді. Интерьерлік дизайны, соңғы үлгіде технологиялар тек қана Kia Sportage-ге арналғандай. Және де бұл жердегі ең үлкен бөлшектер мен ең кішкентай бөлшектеріне дейін әлемнің ең үздік дизайнерлерімен ойластырылған. Және де біздің заводтың жұмыскерлерінің бірігіп жасаған жұмысының арқасында тек қана біздің заводымызда осы машина құрастырылып жасалады. Мүмкін менің сөзіме сенбейтін шығарсыздар. Бірақ 63 объемды машинаны с места алып тастайды деймін. Бүгін прям тест жасап көргем. Және де арнайы сіздер үшін қазақи би шашу. Я, Мейрам аға, рахмет көп сізге. Әнілеріңіз прям машинаны ноп-новы жуап келген ғой. Еще артына бір 4 қыз салып жүріпті билейтін. Бәрі шапалап рахмет айтып жатыр сізге. Қалай келгенде міндетті түрде хабарласыңыз. Күтем. Бүгін кеш ұнап жатыр ма? Әрине. Енді бүгіннен бастап парочка шығармыз, Ну, я бы так не торопилась. Но көруге болады. Жандос, молодец, красавчик. Бүгінгі күнді форсаж жыл ма сен? Лучший. Кстати, таныс қойыңдар официально. Менің қызым Полина. О! Айгерім. Жандос. Жуан. Очень приятно, Полина. Жандос. Полина. Сендер тоже парасыңдар ма? Ну как бы бүгіннен бастап деп отырмыз енді. Ұсташ, молодец. Бүгінгі күні сәтті өтті. Менікі қазақ қой еще. Менікі әдемірек. Мурат Мухтарович, хотим поблагодарить вас за проделанную работу. Вы справились потрясающе, и я думаю, что вы заслуживаете повышения. Спасибо вам большое за доверие. Стараюсь, конечно. Спасибо большое.
Окей, құтты болсын. Рахмет, рахмет. Карина. Марат, бүгін бәрі керемет өтті. Құттықтаймын. Рахмет. Сен болмасаң бәлкім бұның бәрі болмас дейді. Үлкен рахмет. Маған қолдау көрсеткенің үшін рахмет. Мен негіз бар ғой, сенің жаныңда өзімді өте еркін ұстайды екенмін. Және сен маған қатты ұнайсың. Шынымды айтсам, Марат, вы очень интересный мужчина. Біріншіден жұмыстан тыс сөйлесіп көрейік. Иә, әрине. Айтпақшы, мен бүгін повышение алдым ғой. Да, тамаша. Марат Мұхтарұлы, жаңа жұмыс орныңызбен құттықтауға рұқсат етіңіз. Рахмет. Болсын. Енді өзіңіздің орныңызға кімді отырғызатыныңызды біліп тұрсыз ғой енді. Сені ма? Бүгін адамның жүрегін алып, инфаркт ала жаздадым оны. Лучше инфаркт алу керегіңіз да, сразу отыратын едім. Мысалы мен өзімді Жандостан да жақсы кандидат деп есептеймін. Марат Мұхтарұлы, қалайсыздар? Абдол. Жаңадан жұмыс таратып жатыр деп естідім мына жерде. Мен бұл кісілер сияқты қатты құнықпаймын. Маған бас инженер емес, просто инженер-технолог болсам болды. Сборщик болып жүргеніме 3 жыл болды әйтпесе. Абдол, кімнің қайда отыратынын, ары қарай не болатынын көреміз.